мықты пауэрбанктерді өндіретін компанияларды, яғни брендтерді білесіңдер ма? Менің жеке ойыма Xiaomi ғана есіме түседі. Өйткені бұған дейін мен тек Xiaomi'нің техникасын пайдаланған едім. Бірақ жақында біздер бір ерекше Қытайдың компаниясын орындық. Ол компанияның аты Hoco. Және де бүгін біз сапалы арзан айдарында осы Hoco компаниясының екі пауэрбанкін қарайтын боламыз. Кеттік. Біле берсеңіз, Қытай елі жылдан жылға өздерінің техникалық күшін күшейтіп келе жатыр. Оған себеп жыл сайын шығатын түрлі техникалардың көшірмелер десек болады. Бірақ олардың тілімен ол көшірме болып саналмайды. Өйткені Қытайда кради как художник деген қағида бар ғой. Сол қағида өте қатты жұмыс жасайды. Сондықтан бұл пауэрбанктерді бір копия деп айту қиын. Бұл екі пауэрбанктің өзіндік бір ерекшеліктері бар. Мына пауэрбанк 20 вольттық зарядка береді. Ал мына пауэрбанкте беспроводной, яғни сымсыз зарядкасы бар. Бұл екі пауэрбанкте 10 000 мА, яғни сіздің смартфоныңызды кем дегенде 2 рет зарядтай алады. Енді көп созбай бұл екі пауэрбанктің анпакингіне көшейік. Жалпы солидно жасалған. Солидно деген сөздің қазақшасы қалай? Қиын да негізі. Жаман емес. Қолға ұстағанда ыңғайлы. Комплектте ішінде тек пауэрбанк пен шнур ғана жүреді екен. Келесі пауэрбанк. Мынау енді сәл үлкендеу. Мындай бір қосымшасы бар. Пауэрбанкті былай тіреп қоюға болады. Бұл пауэрбанк көріп тұрғандай мына жерде Type-C, USB 2 разъемдар бар. Және де ортада сымсыз зарядкаға арналған, сымсыз қуаттандыруға арналған аймақ. Так, енді артық заттарды алып тастайық. Кешірерсіз, ассистентка мынаны алып кетесіз ба десем. Жалпы екеуі де өте стильді түрде жасалған. Бұл жерде компанияның атауы. Екеуінің де жиналуына жаман емес. Пластик айтарлықтай сапалы. Бір жеріне тиісетін мін жоқ. Пауэрбанктердің өзін тексеріп көрейік. Бұл үшін бізде шнурымыз бар, айфонымыз бар. Аламыз. Бірінші рет негізі қиын кіреді дейді ғой. Бірінші рет кіруі қиын болады. Не деген трэш абзар дейсің. Ал көрейік. Зарядка алып тұр. Так, 79%. Негізі 20 вольттық пауэрбанк 2 минутта 1% көтеру керек. Әрине, бұл тоқпен зарядтауға жетпейді, өйткені өзіңіз білесіз енді. Тоқтың аты тоқ, пауэрбанктың аты пауэрбанк. Бұндай 20 вольттық адаптермен 1 минутта 1% толады негізі. Ал пауэрбанктерде негізі 2 минутта 1% толу керек екен. Так, 79% қазір уақыт есептейміз. Енді бұл пауэрбанктың сымсыз зарядкасын тексеріп көрейік. Ол үшін біз мына жерде бізде iPhone 12 бар. Процент 44. Әдемі, да? Мықты жапсады екен негізі. Қараңызшы. Бірақ бір айтарлық кемшілігі бар екен. Бұл пауэрбанк мысалға үйге келіп, бүйтіп қойып кетуге болмайды екен. Өйткені мұны жалғағаннан кейін, мына жердегі қосатын кнопканы басқаннан кейін ғана пауэрбанк қосылып зарядка беріп бастайды. Бұл не үшін істелген білмеймін, мүмкін бір қуат күшін үнемдеу үшін ба, мүмкін бір басқа да бір себептері бар ма, бірақ өкінішке орай кнопканы басу керек. Бірақ ол қатты проблема емес деп ойлаймын. Бұл жерде жоғарыда индикатор көрсетіледі. Бұл пауэрбанкте санымен, екінші пауэрбанкте 4 индикатор арқылы. Маған мынау атыр, мынау айтын. Күшті. Жалғайсың ғой. Бір қызық бір не андай пауэрбанктен айфонға қалай қуат барып жатқанын тыңдап қуат дейсің да. Так, енді сенің зарядкаңды тексеріп жүрейік. 79% болды ғой жаңа,
82% болды. 4,5 минутта 3%. Нормально. Яғни бұл пауэрбанктың негізгі тез зарядтау мүмкіндігі шынымен бар екен. Бұл екі пауэрбанкты сатып алғыңыз келсе, егер де сіз Ақтау қаласында тұрсаңыз, мобильный рай дүкеніне хабарлассаңыз болады. Солардың арқасында бүгін бізде сіздерге осындай қызықты пауэрбанктерге шолу жасау мүмкіндігі пайда болды. Негізі біз осы айдарда сіздерге болашақта сапалы және де арзан техникаларды іріктеп осындай шолу жасау үшін жасап жатырмыз. Егер де болашақта осындай видеоларды көбірек көргіңіз келсе, пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіз. Келесі шығарылымдарда көріскенше. Болды ойымда?